Қабусынама 5-ші тарау. Ата-ананы құрметтеу туралы. Перзентім, ата-ананы құрметтеуің қажет екенін ақыл-ой, парасат тұғырынан байқап білгейсің. Өйткені әрбір перзенттің тегі ата-ана ғой. Не үшін ата-анамды құрмет жасаймын деп ойың алма. Олар сен үшін өзін өлімге де қиятыны белгілі. Егер әрбір перзент ақылды және дана болса, ол ата-ананың мейір-махаббатын құрметтеуден бас тартпайды. Ата-ананың міндеті тәрбиелеу және жақсылық үйрету. Перзентім, ата-анаңды ешқашан ренжітуші болма. Олардың көңіл күйіне қаяу салып, қапаландырмағын. Сен ата-ананың қарызын ақтау ісіне дін деңгейінен қарамасаң да, адамгершілік, ақыл-ой, парасат биігінен қарағын. Сені жан ділімен жақсы көріп, тәрбиелеп жүрген ата-ананың көңілін қалдыратын құрттай іс жасасаң, сен ешқандай да жақсылыққа лайықты жан емессің. Өйткені кімде-кім ата-ананың жақсылығын білмесе, басқа біреудің жақсылығын да бағаламайды. Егер сен өз перзентім құрмет қылсын десең, сен де ата-анаңды құрметте. Сен ата-анаңа не істесең, саған перзентің де соны жасайды. Перзент жеміске, ата-ана жеміс ағашына ұқсайды. Жеміс ағашын жақсы күтсең, жемісі де дәмді, жақсы болады. Сол сияқты ата-анаға деген ізет, құрметіңді аямасаң, саған деген олардың ізгі тілегі қабыл болады. Мирасқорлық, арсыз ниетпен ата-ананың өлімін тілемегейсің. Солардың мал-мүлкі арқылы сен де мал-мүлікке ие боласың. Тапқан табысыңды бөлшектеп бөліп, күнделікті тіршіліктеп, өзіңді өзің қинама. Біреудің дүниесін пайдаланам деп әуреленбе. Сенен жағдайы жақсырақ адамды күндеме. Малсыздықтан жарлы болсаң да, ақылға бай болу үшін жаса. Өйткені малмен бай болғандан гөрі, ақылға бай болу жақсырақ. Наданның жарлы болуы демде. Аңдасаң, ақыл деген бір қымбат нәрсе. Оны ұра алып кете алмайды. Ол отқа жанып, суға ақпайды. Егер ақылың болса, өнер үйрен. Өйткені өнерсіз ақыл киімсіз дене, яғни кескінсіз адам сияқты деуге болады. Білім ақылдың ажар көркі деп босқа айтылмаған.